Бәріңізге сәлем достар, бүгінгі шығарылымда N-Space'тегі iPhone, электросамокат және простыня көрпе жастықтардың бағаларын айтатын боламын. Көріп, лайк басып, комментарий қалдырып, тіркелуді ұмытпаймыз. Бұл кісінің есімі Лу, мистер Лу десек болады. Ақша болса көп аламыз. Качество супер. Бұлар енді оригинал Good гарантия. Гарантия есть, сосын пайдаланылмаған новый, осы заттардың барлығы Алматыға, Қырғызстан, Өзбекстанға кете ма? Келе заводтың иесін өндіретін адамменен сұхбаттар болып жатыр. Айфондардың бағасын айтып жібересіз ба? iPhone'ның бағасы iPhone 11 бізде тұр. iPhone 11 бізде тұр. 128 гигабайт, 155 мың теңге. 155 мың, иә? Сосын iPhone 11 256 гигабайт, 170 мың теңге. Сосын iPhone 13 305 мың, 256 гигабайт, 330 128 гигабайт, 130 мың теңге. iPhone 13 Pro түстері міне әртүрлі. Жасыл, қара, көк. Сосын 13 Pro Max 256 гигабайт, 400 мың теңге тұр. 3 түсі бар, наличие бар. 256 гигабайт. 256 гигабайт. Сосын мына жақта бізде міне 14 Pro бар. 128 гигабайт, 410 мың теңге. 256 гигабайт, 440 мың теңге. Сосын 14 Pro Max бізде тұр. 460 мың теңге, 128 гигабайт. 128 гигабайт. Сосын бізде тағы да 512 гигабайт бар. 512 гигабайт. 520 мың. Бұл 14 Pro Max. Max. И 14 Pro Max 575 мың теңге. 1 терабайт. 1 терабайт, иә? 14 Pro Max 1 терабайттық 575 мың теңге. Бұлар енді оригинал Good гарантия. Гарантия есть, сосын пайдаланылмаған новый, иә? Сосын мынау визиткісі, осы жерге келсеңіздер, осы арқылы тауып келсеңіздер болады. Одан кейін Redmi-лердің бағасын айтып жібересіз? Redmi-лердің бағасы әртүрлі бізде. Ең бізде төмен бағасы 37 мың теңге. Redmi 9A деген 37 мың теңге. 1 жыл гарантия также имеется, 464 гигабайт. Сосын осылай жоғары Redmi 9, Note 9, Note 10, Note 11, Note 11 Pro и Note 12 наличкасы бар. Бағасы әртүрлі. 37 мыңнан осылай 100 мыңға келеді. Note 11 Pro? 11 Pro, 5G. 5G? Қанша бұл? 5G стоит. 105 мың теңге. Соны алып көрсетсек болады ма? Болады. Бұл 105 мың теңге, 105 мың теңге. Саудаласуға болады, иә? Саудаласа әрине болады. 1 жыл гарантия береміз. 1 жыл гарантия береді. Не активировано. 5G. Есі де әдемі екен. Материал. 12? Note 12? Redmi Note 12. Бұл қанша болады? Бұл 90 мың теңге. Бұл 90 мың теңге. Жақсы. Осы визитка арқылы іздеп келсеңіздер болады, осы магазинге саудалассаңыздар болады. Жақсы, рахмет. Саламатсыз ба? Айфондардың бағасын көрсетіп жібересіз ба? Өмірлері бар. Бұлар 64 памет 150 мыңнан. Қаншада? 150 мыңнан. 150 мыңнан. 256 памет тағылар, жаңағы 180 мыңнан. Бұл қайсысы жаңағы 12 мың? 11. 11. 256 памет. 256 гигабайт. 180 мыңнан. 180 мыңнан. Еще тағы 13 Pro бар. 13 Pro? Қанша гигабайт? 128 гигабайт. 128 гигабайт. Қанша болады? 345 мың. 345 мың. 14 Pro Max бар. 14 Pro Max. Бұлар жаңа 256 гигабайт, бұлар 500 мыңнан. 500 мыңнан, иә? Саудасы болады, саудаласа келіп, иә? Иә. Бұлар оригинал, новый пайдаланбаған ғой, иә? Иә, пайдаланған, оригинал, американский. Сосын бір Redmi-ларды көрсетіп берсеңіз? Redmi-лер жаңағы қазіргі последний модельдер, 12-лер.
Бұлар жаңа 128 память, бұлар 78 мыңнан. 78 мыңнан, Және 256 память, бұлар 90 мыңнан. 90 мыңнан. Тағы жаңа пролары бар, олар 110 мың теңгеден. Бұларда пайдаланылмаған новый коробкасымен. Новый коробкасымен. Оригинал заттар. Мына жердегілер? Бұлар жаңағы 30 мыңнан басталады. Redmi 9, 64 памяттағылар 30 мыңнан. 30 мың. 9'дар 65 мыңнан. 65 мың, 128 память. 10 пролары бар, бұлар 75 мыңнан. 75 мың бұлар. Оның памяті қанша? 128. 128. Еще 10'дар бар. Бұлардың жаңағы азуы 4, 6, 8. Бағалары 58 мың, 61 мың, 65 мың. 65 мың. Мыналар жаңағы 12 пролар и 11 пролар. 11 Pro, но 5G, 5G. Бұлар жаңағы азуы 6, 8, памяті 128. Бұлар жаңағы 90 мыңнан 83 мың. 90 мыңнан 83 мың. Бұлар жаңағы Redmi 10 A-лары, бұлар 45 мыңнан 64 память. Жақсы, рахмет, сау болыңыздар. iPhone XR бұл, 128 гигабайт, 127 мың, оригинал ғой, Оригинал. 14 Pro, 14 Pro. 256 гигабайт, 350 мың, саудасы болады ғой, саудаласа, саудаласуға болады екен. 12 ма? 11 ғой, 11 мұны 128 гигабайттығы. 125 мың, Мұна 14 Берік шықарықыз. 12. 12. Бұл 12 бұл 185 мың. 185 мың, 11 256 гигабайт, 256 гигабайт, 165 мың, 12. 128 гигабайт, 185 мың теңге. 12 Pro. 12 Pro, 128 гигабайт, 265 мың. 14 Pro'ны алып бересіз ба, біреуін көрсетіп жіберейін. iPhone 13, 128 гигабайт, 295 мың. Бұлар новый пайдаланбаған ғой, Новыйлар. Қызым 12 сұраған ғой? 12'ның өзі. 12 Pro мынау. Redmi неше? Pro ма? Онда мынау. Қайсы Redmi? Мынау Note 12 Pro мынау. 12 Pro? 100 мың теңге тұрады. 100 мың, новый ғой, новый. 100 мың теңге екен. Ханida, сейчас Ханida набор. Redmi Note 12 Pro. Тикаго мада надо дескажу. Қанша тұрады? iPhone 11 оригиналды. iPhone 11 оригинал, Памяті 102 болсын. Бұл қанша бұл? 160 мың деп 148-147 мыңнан беріп жатырмыз. 146 мыңда бола береді. 146 мыңға, Оригиналдығы, гарантия 1 жыл. Оригинал, гарантия 1 жыл. Бұл неше гигабайт память? Памяті 102 болсын. 128, 128 память. Бұл 128 гигабайттық память. Жаңа, сосын Redmi. Точно оригиналдық iPhone. Redmi'ді көрсетіп жүресіз. Redmi 10. Redmi 10 Pro. Памяті 256. 90 мың теңге. 90 мың теңге. Тағы да түсіріп береміз. Түсіргенде 80 мың болады. Сонда Оригиналдық, оригинал Redmi 10 Pro. 12 Pro да бар, енді 2-3 күнде келеді. 80 мың болады. Ол память тола ма бұларда? Бұларда память Флешка салынады. память 256, сыйымдылығы 8, память 256. 256 гигабайт, 5G тартады. 5G? 5G. Мынау? Бұл сол ғой, Мына сол. Мына 11 5G тартады, 75 мың теңге. Мына 10 5G тартады, 70 мың теңге. Бұл 70 мың теңге. 11 мың. 4G тартады, 11 мың. 3G да 128 память, 60 мың болатын жері 50 мың.
148 мың келген келеді. Redmi неше? Redmi 11. 11. Батареясы үлкен болады бұның. Қазақстанда интернет жақсы тартады. Бұл 60 мыңға болады, иә? Redmi 11 64 гигабайт. Бұл баға қойған 60 мың. 145 мыңға дейін келеді. Қазақстанның ол екі мемлекет. Мынаны ертең барғаннан кейін оформ жете ала ма? Тілге ауыстыралар ма? Языкке? Қаншаға алады? 140-қа. Бұл iPhone 11. Неше гигабайт? Көш. 28. Сондай ма? Дұрыс па? Мен былай айта алмаймын негізі. iPhone алып жүрген жоқпын өзім. Айта алмаймын бағасын. Дұрыс. Телефон көп алмаймын да, айта алмаймын. Мына гарантиялары бар, дұрыс па? Мен оған гарантия бере алмаймын, бірақ новый ғой көрініп тұр ғой. Новый, ашылмаған, иә? Гарантия жазып берем 1 жылға дейді. Гарантия жазып берсе болды, жақсы. 1 жылға дейді. Сен не түсірсің? Мен YouTube-қа ғой. iPhone телефондардың бағасын түсіріп жүрген. Мынау 240 мың екен. Мынау 240 мың, иә? 240 тысяч. Да, 240 тысяч. Это М8. Так, вот для детей. 800 ватт двигатель. Запас хода до 40 километров. Грузоподъемность 150 килограмм. 3 скорости, задний ход, сигнализация, все как положено. Сидушка регулируется по высоте. Так, что еще? Ну, электрический, наверное. На электрический. Запас хода до 85 километров. 25 ампер. Максимальная скорость 65. Еще есть такая же модель 96 вольт. Еще мощнее идет. Там идет 1,5 киловатта двигатель. Запас хода у него до 90 километров будет. Цена немножко дороже. У него цена 220 тысяч. У 96 вольт 260 тысяч. Так, ребята, за каждый вот эти все то, что вы смотрели скутера, есть растаможка. То есть цена это здесь. Чтобы вы перетащить на нашу сторону, есть дополнительная цена. То есть есть вот такие скутеры, на них уже идет растаможка, потому что на них сейчас требуются документы, права. То есть положено 31 килограмм, он превышает все нормы. Будет необходимо доплатить определенную сумму. Ну, зависит от веса, и от товара. Какой будет товар? Маленькие самокаты просто так выходят, бесплатно. Вот такие большие габариты уже дороже получается. Ана самокаттарды көрсетіп жіберейік, электронный самокаттар. Основной осындай самокаттар. Так, ребят, это скутер, электроскутер Max, 500 ватт, 15,6 ампер, цена 135 тысяч. Линзовая фара, поворотники на руле. 135 мың ғой бұл, иә? 135 мың. 135 мың. Поворотники сзади, поворотники на руле. Мнау, вот эти уже мощные самокаты идут. Мнау, 200 мың, фирменный самокат, Сиалуп. 200 мың, иә? Да. 1000 ватт колесо, запас хода до 70 километров. Максимальная скорость 60. М5, Куга Кирин, оригинал. Вот посмотрите, пожалуйста. Куга Кирин, все оригинальные самокаты, годовой гарантии идут. Цена 275 тысяч. Это самокат тоже китайский, двухдвигательный. Простой вариант, 2 двигателя по 800 ватт. Цена 180 тысяч. 180. 180 мың, иә? Мынау жаңағынан айтып жібересіз, қайталап. Мынау 230, мынау мотовилка бар, они грузоподъемность 170 килограмм. 170 килограмм. Пружина масляный, типа амортизатор. Пружина масляные амортизаторы. Максимальная скорость 60, запас хода до 70 километров. Пойдемте внутри, покажу вам оригинальный самокат. Вот, Kuga G-Booster. Цена 355 тысяч. Все в оригинале, да. Это полный привод, 23 ампера. 358 мың, иә? Yeah. 2 двигателя ведущие. Вот самокат G1.
Тоже полный привод, 2 двигателя по 1000 ватт, 21 ампер. Цена 430 тысяч. Ребят, Kuga G2 Pro. Цена 250 тысяч. М5 Pro. Цена, кто знает, все знают, это Kuga оригинал, Kuga Kirin, да, со всеми гравировками. Двойная коробка идет, все как положено. В комплекте еще задний бардачок идет. Цена 320 тысяч. Қанша дедіңіз бұны? Мынау 280 тысяч тенге. Бұл 280 мың теңге екен. Чтобы его забрать, обычно приезжает четвером, ну, с семьей, друзьями, разбирает его по запчастям и потом отправляем. Вы сами помогите. Да, мы поможем разобрать, запакуем все. Каждому барадам от 100 килограмм болт. На общий вес 106 килограмм. Ага. Все. Спасибо вам Всё? большое. Ага. Брат, по номеру запишите мой номер, если что. Визитки закончились, к сожалению. Номер скажите, Да. вот так. 8 3 семерки 349 45 95. WhatsApp есть там, да? WhatsApp. Давай напишем на бумажку, так покажем. Все, давай. Я уже здесь 5 лет работаю. Пишите, звоните, ребята. Отправку по Казахстану делаем. Приезжают туристические автобусы, через автобусы или через Газель, через Алмату отправляем по всему Казахстану. Ага. Все, спасибо вам, Все, Слава. до свидания. Все, жақсы. Саламатсыз ба? Осы мыналардың бағасын сұрайын дедім. Мыналар ең жақсы Люби ферманыңкі де. Мынандай. Люби ферманыңкі. Бұлар точно оригинал шығады де. Бұларныңкі оптымы 5,5. Оптым 5,5-нан, иә? Оптымы 5,5. Сол 50 штук, 100 штук алса, сол 5,5-нан келеді, иә? 5,5-де келеді мыналар. Енді мыналар оптым 3800-ден келеді, Кензон. Бұлар Кензонда материал күшті шығады. Мыналар шолка. Мына шолка болғандан кейін хб шығады. Бұна номері біден келеді. Мыналар оригиналды точно. Бұлар оптым 11 мың теңге. Оптым 11 мыңнан келеді. 11 мыңдың де. Енді бір 200 тағағына түсіріп береміз де. Көп алғанға 200 теңге бір разнесі бар де. Енді мыналарын алсам, мыналар дейуныш. Мыналар оптым 4 мыңдан береміз. Оптым 4 мыңдан келеді мыналар. Дейуныш бір жағы мынандай, бір жағы мынандай шығады де. Енді оптым осылай болады. Енді мына однотоннилар бар. Мына однотонниларныңкі енді мыналар 2 адамлығы оптым 6 мың теңге. Оптым 6 мың. Бір адамлығы 5 мың теңге. Оптым сатылады ғой мына жерде. Енді мынандай дейунышның семейкалары бар. Олар 2-2-ден шығады де, пастеллар 2-2-ден шығады. Бұлар 6 мың теңге. 6 мыңнан, е? Енді мыналар 9 палка. Мыналар 9 палка 2 адамлығы, бұларныңкі оптым 4 мың болады. Оптым 4 мыңнан, е? 4 мыңдылы келеді де. Мыналар семейкаларын алам десеңдер, бұлар 5 мыңден келеді. 5 мыңнан. Мына бір адамлығы 3 мыңдың болады. 3 мыңнан. Бірақ бұларның качествосы жақсылары де. Енді әлгі жуғанда, неғанда ешнекі болмайды. Хыбышкі шығады, сатин шығады, андай де. Енді мыналар гаснесініңкі. Бұлар гаснешкі де. Гаснесаларға, е? Гаснесалар. Бұларныңкі 2 адамлық оригиналын алам десеңдер, 7,5-ден, 1 адамлығы 5,5-ден болады. Енді мыналарның арзалары бар, 5 мыңден тоғыр келеді. Мынандай подъелкалары бар, 5 мыңден болады. Бұларда оқшаш мұндай шығады, бірақ мыналар подъелка шығады. Бұлар 2 адамлығы 5 мың, 1 адамлығы 3,5-ден. Мыналарның 1 адамлығы 5,5-ден болады. Енді азыр мынаусы 1 адамлығы, көбейлерінің мұндай 1 адамлығы бар, бұлар оптым 4,5. Мына семейкаларын алам десең, 7 мыңден оптымға. Мыналар 7 мыңнан оптым, е? 7 мыңден келеді. Енді андай барашкалар бар. Оларының оптымғы 4 мыңды сатады. Оптымның өзі... Не нәрсе өзі бұл? Барашка. Қойның, қойып белекті. Қойып белекті. Енді мұна жамылғы ма бұл? Жабынығанға. Мұна гаснисларының 8,5-ден оптымға. Бұл точно гаснислың. Бұл 2 адамдық па бұл? 2 адамдықлар мұналар. 8,5, е? Ана 7 мың 1 адамдық. Қаған көрпе, пакырып алды. Бұның ішінде жастықтыс бәрі бірге қосында, е? Комплектте? Комплект шығады енді мұналар. Бұл жерде жастықтарыңыз оптым қаншадан келеді? 1000 теңгеден таптып
2000 теңгече бар. Маңдан тартып 2000-ға бар. Мыналар резинг, мындай резингісі білен бұлар матрас. Бұл мынау кроваттың тісі ғой, бұл жаңа ненің матрас. Иә, матрастың тісі ғой, иә. Резинкісімен өйтіп жауып қояды. Резинкісі жауып қоясыздар. Мыналар 5 налышқа 3000 теңге. Ана бетіне простыня салып, салып, ауыстырып жүрмей, наны келесінде бірден кигізіп қоясың, киім қысап, содан әдемі болып тұрады. Покрывал жапмаса да болады. Иә. Покрывалды жапмайда кигізіп қояды. Простыня ретінде кете береді. Мына покрывалар хыбишкалар 5,5-дан. Налар 5,5-дан, Точно хыби шығады дейді мына. Хыб екен, келесі. Мынасы шелкопрат оригинал. Мына тойбас нелерге, жасауларға істететінде. Мына мұхаббат көрпелер 8.000-дан. Мыналар 6.000-дан. Мына оригинал либажный пох 6.000 теңгеден де оптымға. Енді мынаны қойның бар, баранның. Бұлар точно оригинал жун шығады. Мыналарның бір адамлығы 4.000, 2 адамлығы 4,5-дан келеді де мыналар. Мыналар халафай көрпелер. Мыналарның әміз 4000 теңгелікке бар. 2 адамдық па бұл? 2 адамдық әмісі. Бір адамдықы да бар, 2 адамдықы да бар. Енді ана покрываллар бар. Енді мына қой, мына қойныңки. Қой барашкеде. Бұлар 4300-дің оптымға. 4300-дің оптымға. Мыналар 9000-дің. Мыналарыңыз? Кала покрывал болар де. 9300-дің береміз. 9300-дің. Ол оптым ғой, Оптым. Мыналар оптым 3,5-дің. Распатажный да мыналар. Енді мынаусы 13.000 теңге. Точно оригинал де. Енді мыналар 14.000 теңге оптымға. Мыналар 16.000 теңге оптымға. Оптым сатылады. Енді мына туравкалар бар. Туравкаларның оптым 3,5-ді сатылады. 3,5. Мына покрывалар 5,5-ді. Алар 5,5-дан. Мыналар оптым 5,5-дан болады. Мыналарын автоматикті жуса да ештеңе болмайтын. Енді сізге сұрақ, мысалға, қазір енді Қазақстаннан бір келіншектер немесе қыздар сізге хабарласқысы келіп, осы жаққа келіп әуре болмай-ақ прямой сізден зат алғызғысы келсе, сіз қалай сізбен байланысса болады мысалға? Онда бізді WeChat-қа қошады, мен шиппинг арқылы мындайда көрсетіп. Жоқ, мысалға WeChat-ты білмейтін адамдар бар да, бізде Қазақстанда WeChat жоқ қой. WeChat жоқ па? Жоқ ондай. Мынандай WhatsApp-тың несі ма, или карточка ма, не бар? Біз WhatsApp ішетпейміз. Бізді маяқты WhatsApp жоқ те. Бізді WeChat бар. Біз WeChat-та азыр херидаларға біз WeChat-та мынаның сүретін жіберіп береміз. Сүретіні көріп, мынадан маған десе, біз аны дайындап қойып, ана помайларын шығарып береміз де. Несіне қатты керек болатын болса, онда WeChat-тың несін нөмірін көрсете салыңыз, онда бір... Ана визитка бар. Визитка бізіне WeChat қошады де. Ана номер қошады. Жоғарысындағы WeChat-тың номері, я? Ашынаға қошып алса, сонда енді біз ана видео арқылы көрсетемізде, ана рассветка, мына рассветка деп айтамыз. Соны WeChat-пен дальше сіздерге видео арқылы звондай берсе болады, надан керек, жаңағы надан керек деп дальше көрген адам. Енді олар бізге мұшының сүретін... Сіздер енді қалай салып бересіздер тауарды? Біз помайлар арқылы салып береміз. Нелер арқылы? Помайн. Мына товар тосуйтын адам бар өзіңді Қазақстандан келеді. Қазақстандан ана балалар келеді, сілер білен солай не қылады де, байланыш қылады. Олар сілердің товарыңларыны қан жерде, сілер оларыны WhatsApp қосам, сілер WeChat қошамсыздар, солар сілерге товарыңларын жеткіз берді, сілер ақшаны аналарға ағытыр бересіңдер. Аналар бізге еккеп беріп, мына товарын алып кетеді. Мен дайындап қоям. Болды. Онда былай ғой, осы екі ортада Қазақстан, екі ортада тауар таситын қазақ жігіттеріне, адамдарына ақшаны сол кісілерге береміз. Ол кісілер осы жерден заттарды келіп алып кетіп, әрі қарай бізге затты әкеп береді. Жеткізіп береді. Ақшаны сіздерге прямо аудармаймыз, е? Ана кісілерге, зат тасымалдайтын кісілерге береміз. Біз сіздерге шешілік адам тауып береміз. Сол кісілер сіздердің несін алады, ақшасыны маған әкеп береді, мына дайындап қойған товарымны алып кетеді. Сіздер рассветкаларыны маған мына рассветка, ана рассветка, ананы деп маған жібер бересіздер. Сүретін жібер бересіздер, мен де солай жасап беремін. Ол түсінікті. Ахмет, Алла разы болсын сізге. Міне мынау мен жаңағы сұхбаттасқан тәтенің дүкенінен, магазинінен
Адамдар келіп уже оптовый қанша заттар алды уже. Оптовый уже көп деген заттар алды. Мына қазір сіздерге көрсетемін. Міне жаңағы мен көрсеткен магазин. Осындай алып жатыр. Адамдар осы жерден заттарын, тауарларын оптовый алып, бірден осы жерден қаптап, почтаға салып беруге дайындап жатыр. Bu kısmının esimi Lu. Mr. Lu desek болады. Bu kısı осы Vitas. Vitas деген pastel var. Негізі Алматыда жақсы жүріп жатқан, сапалы сатылымда, нарықта жақсы сатылып жатқан Vitas деген марка фирманың заттарының тікелей зауаттағы өндіріп жатқан адаммен сөйлесіп отырмыз. Ол осы ИУ сауда орталығында тек осы ИУда емес, тағы да осы МСПС'нің ішінден 3 жерден ашқан, МСПС'нің ішінде 3 жерде осы кісінің Vitas деген затын сатылымда бар, сатып жатыр уже. Қазір бұл кісіге қалай сұхбатыңыз болады, сіздің айта кетсеңіз? Енді тауар қай жақтан келіп жатыр мысалға бұл кісіге? Сосын бұл кісіден қай жақтан, көбінесе қай мемлекеттен келіп алып кетеді, қанша тауар алып кетеді сол жайлы? 他说这个您的商场在哪儿？然后是哪一国人？销量最好还是就相似那种话？我们是主要针对中亚5国。 biz Orta Aziyanın 5 еліне бағытталған. 目前销售最好的话就是在哈萨克斯坦。ең сатылымда жақсы болып жатқан Қазақстан мен Өзбекстан дейді. 我们Vitas的产品就是以最优的质量。біздің Vitas'тың заттары ең сапалы болғаннан кейін 最便宜的价格，最优惠的价格， және де ең арзан бағада болғаннан кейін 给咱们中亚5国的客商 біз 提 Орта 供更好的服务 Азиядағы 最好的服务。 5 елге біздің заттарымызды алып жатқан елдерге біз жақсы қызмет өтейтін боламыз дейді. Ол сол сапалы дүниелерін, сапалы заттарын көрсетейік, ондай болса. 他想就是说一下这些好的产品，有什么比别人能跟别人比的地方，你能不能说一下？你像这个，你像这种就是我们那个保健的，就是保健的颈椎。 мал болатын болса, мысалы, біздің тұрмысқа істететін жастық дейді, жастық. 里面的这个里面呢是那个是采用的是丝棉。 әлгіде ұсақ мақтаменен жасалған дейді, мақтаменен. ұсақ мақта әлгіде бұлдыр емес, ұсақ мақтаменен жасалған дейді. 你像我们这个就是说你哪怕用3年到5年，它还是这样的，它不会变形。 Bunu 3-4 жыл істесеңіздер де бұл формасы өзгермейді дейді. Жігітчен дошы, бағасын айта кетейік достар, бағасын сұрайық. Vitas'тың маркасындағы жастығының бағасы неше болады екен? Жағы нің шойшы. 这个大概就是产品价格的话在4500泰铢。最低价格是4500泰铢一个。 бұл заттың бағасы 4500 теңге дейді. 4500 теңге екен, сапасы жақсы. Ал егер бұны 100 дана, 50 данадан оптовый алатын болса ше? 比如说他问的问题就是一个枕头卖100个或者200个这种搞批发的人来买，价格可以下浮，优惠。可以。 бағасын түсіріп беруге әбден болады дейді. 因为我们现在就是工厂的源头，我们的工厂是在上海。 біздің завод Шанхай деген қалада екен. Шанхай деген қаласын негізі көрермендердің барлығы біледі деп ойлаймын.
Шанхай қаласынан тікелей өндіріп жатыр өздерінің чанфаңшы дошо пиңи 3000 3000 квадрат жерге өндіріп жатыр екен. Ол енді үлкен ағымдағы завод орын десек болады. 这些是那个羽绒枕头。 Бұл болатын болса құстың немнесінен жасалған дейді, құстың терісі. Аққудың немнесі бар екен, көрсеңіз болады. Тяга дошо. 这个大概在6000到7000左右。 6000-да 7000 теңге аралығында дейді. 这个都是羽绒的。 Бұның барлығы түр-түрге бөлінеді дейді, модельдері көп дейді. Құстан дейді. Тек қана құстың ішіндегі зат құстың мына жүндері дейді. Құстың жүндері екен достар. Жүгі бейзі. Мынау көрпе достар. 我们要被子的话，整个你看， көрпе болатын болса. 这种都是要经过那个绣花。 Мынау болатын болса таза тігілген дейді. Аппаратпенен таза тігілген. Бұл жерде сапалы дүние бұл, е? Бұл жерде сапалы, е. Сапалы, өнегөйін маркалы зат болғанын көріп. Бірден көрініп тұр, үлгісінен болсын, немесе басқа модельдерінен болсын, ішіндегі материалдарынан болсын, сапалысы жақсы көрініп тұр. Жақсы қолдануға, тұрмысқа лайықты маркалы зат болғанын көріп, бағасы енді лайықты десекте де болады. Өйткені сіздер көп уақыт қажет етіп, мысалы, бірден 7 жыл, бірден 7 жылге дейін қолдана аласыздар деп айтты. 就是这个产品，比如说拿一个被子的话，就是1到7年之间可以一直用下去。对，可以，没有问题。 болады дейді. Одан сапасынан алаңдамаңыздар дейді. Мыналар ше? 这是床单被套，这是纯棉的，一件 мынау 套。 мақта дейді, таза мақта. Бұл 4/1 дейді. 4/1 болған кезде сыжен тау. 4件套，对。 4/1. Мысалы мынау екі үлкен көрпеге алдындай арналған. Көрсеңіздер бұл размері, сосын барлығы жазылып тұр. Үсті асты көрпе мысалы. 2/1. 4/1 дегенді мен бір түсіндіре кетейін. Бұның жастығы бар, үсті көрпесі бар, асты көрпесі бар. Өнеген 2 адамдікі болғанын көрін 4/1 деп мен өзімдің түсінігім бойынша айтып жатырмын достар. Мыналар ше? Мынаны көріңіздер мысалы. 这种呢就是属于那种相对来说中高端一些的。 мынау енді орташа 可以宾馆用。 бағада болады, және гостиницаға қолдануға әбден болады дейді мына. Көрсеңіздер болады неке. Витас деген ферманың заты. Тікелей заводтан келіп тұр бұл заттардың барлығы. Мыналар жақсы не екен, е? Қайсысы? Ар жағындағысы. Мынау ма? Иә. Бұл бірақ сәл қымбатырақ ау деймін. Енді бұл деген сапасына қарай ғой. Тек қана бұл завод Витастікін ғана өндірмейді. Маған бұл бастық айтқан. Біз Витастікін және де осындай Компас деген екі ферманың маркасын өндіріп жатырмын деп айтты. Тек қана ол бір Витаспенен шектеліп қалған жоқ. Мынау болатын болса, енді Витастанда да бағасы жоғары тұратын пастелдің бірі. 这个价格你能不能说一下？ 这个价格的话是在15000左右。 Мынау 15000 теңге аралығында дейді. Бұны енді әлгі мысалы той жасайды, соларға мысалы қызыңызды ұзататын боласыз, немесе келін алатын боласыз. Дүнияға салуға болады, е? Негізі салыққа беруге болады ғой мысалы. 15000 теңге дейді, енді бағасы кәдімгідей адамды ойландыратын. Бұл сапалы дүнияны сыйлық қып берсең де болады мысалы. Сыйлық қып берсеңіз, негізі беттеріңіз түспейтіндей сапалы ғой.
Және бағасы енді түсінікті. Көрпелерімізді көрсете кетейік мына жақтағы. Безия. 这是夏凉被嘛，夏天的。 мынау жаздық көрпе дейді. Жаздық. Жағы дошо. 这种呢在 Жұқа көрпе екен енді. 6500 теңге дейді бұны. Өте керемет. Көрсеңіздер болады мінекей. Сапалары да жақсы екен бірақ андай бір біздің нежный деп айтамыз ғой, мягкий деп ше. Таза қазақшасын не қыл дейтін еді, жұмсақ дейді. Жұмсақ, иә. Жұмсақ өнегөн өте нәзік десек. Иә, нәзік. Нәзік. Мына жанындағы жігі жачен дошо. 这个是 Қыстық көрпе сияқты. Жігі шыр冬天可以. 这冬天的。 Қыстық дейді достар. 这个是在 мынау сосын мынау терлетпейді ау деймін иә? 这个就不热是吧？夏天夏天应该不热。 жазда терлетпейді дейді. 这一款今年我们夏天是最火爆的。 Мынау卖的最火爆的这个。 биыл жазда ең өтілімде жақсы өткен тауардың бірі дейді. Жачен дошо. 这个刚才说了就是6500。 6500. Бұның бағасы мына екеуі негізі бір модель. Үстіндегі дизайндары гана ұқсамайды екен. 6500 теңге дейді мына. Теңгеден иә. Енді шамамен бір көрерменге қызық сұрақ болсын. Шамамен қанша дана өтті осыдан? 他想让那个客户有喜好这个问一下这个一年的销量，比如说今年夏天的销量就是这个跟这个销量在多少？ 这个反正被子的话一年嘛也就是在个5万条左右吧。 Көрпе болатын болса бір шамаменен 50 мың көрпе өтеді дейді. 50 мың көрпенің ағымында бұлар жұмыс жасап жатыр екен. 这个被子呢？ 对，这个就高端一些了。绣花采取的就是绣花工艺。 болатын болса енді мына тігілім өте керемет дейді. Тігілімі жақсы. 这个价钱多少？ 11000到12000。 Мынау 11000 теңгеден 12000 аралығында беруге болады дейді. Сапалы зат, өнеге маркалы зат қай жерден болса да қалмайды достар. Көріңіздер. Үйтас деген марка және осы пастелдеріміз осы EU сауда орталығында негізі сатылымы жақсы болып жатқан марка фирманың бірі десек болады. 这个价钱多少？ 这个是属于真丝的天丝的面料，这个价格相对来说贵一点，也就是在130到1万吧。 Мынаның енді сапасы ана көрпеге қарағанда жақсы дейді. Немесе жаңаша. Сапасы ана көрпеге қарағанда жақсы дейді. Бағанектегі біз жұқа көрпені көрсеттік қой. Бұның бағасы 10000'ның üstünde дейді. Иванчи. 11000. 11000 теңге дейді достар. 11000 теңге. Мына көрпені көрсете кетейік. Мына көрпе қалыңдау екен. Қыста негізі өте керемет. Екі адамның көрпесі сияқты. Жышы шуанрен ең. Екі адамдық екен достар. Жағы дошо. 这个刚才9000. 9000 теңге дейді. Екі адамға мынандай көрпе енді лайықты десек болады. Жас отау құрып жатқандар жігіттер мен қыздарға негізі болады мынау. Өте керемет. 9000 теңге дейді ананы. 这个一样，就是各种花色。 қызып жатыр. Сәл тездетейік. Қызып жатыр мынау. 这个9000 теңге дейді екеуінің бағасы бір. 这个 就是这么，这是都一样的，这都是一样。 мынау 9000, мынау да 9000. Оны түр-түрге бөлінген дейді. Модельдер тіпті көп дейді. 这个呢？ 这个呢，就这种，这是冬天用的。 мынау қыстық дейді. 价钱多少？ 价格的话在13000. бағасы болатын болса 13000 теңге дейді достар. 这些 这就不用介绍。这是3件套。 бұл 3-те 1 дейді. 一个大的一个床盖。 2.3 2.5 床盖. төсекке құр жауып қоятын, төсектің ортасына жауып қоятын дейді. Бұл негізі пластик әлгі. Жастықтікі дейді. 这是纯棉的. бұл таза мақта жастықтың тысы көрсеңіздер болады. Жағы дошо这个一个. 这个是好像也是13500吧.
Иван Сенчен. Да, Иван Сенчен. Үшеуінің өзі достар 13.500 теңге тұрады екен. Енді бағасы өте қымбат десек болады, бірақ заттар лайықты. Соған татитын бағада заттар өте сапалы. Сіздермен осындай сұхбаттасып отырған мінекей Лу Мұрза. Мына 3500. Мынау 3500 теңгелік жастық дейді. 这款呢一般就是针对你们就是说 Орта Азияның елдерін той жасағанға енді өте арналған модельдің бірі десек болады дейді. Жачен дошо. 3500. 3500 теңге дейді, енді лайфқа. Бірақ енді оптовый көп алатын болса түседі бағасын. 比如说要很多的话就价格方面可以降下吧，可以。 болады дейді достар. Ойласуға болады дейді, және де түсіріп береміз дейді. 那这种呢是我们专门特意针对就是宾馆用的被子。 Мынау енді біз гостиницаға арнап шығарған пастельдің бірі дейді. Жағы есептеп көрсетейік. Қанша екен? 也就是在19500. Бұл 9500 теңге дейді. Гостиницаға, қонақ үйге арналған түрі дейді достар. Өте керемет, осындай жақсы сұхбаттар болып жатыр. Бізде осындай тікелей зауаттың иесін өндіретін адамменен сұхбаттар болып жатыр. Көріңіздер, лайк басыңыздар, және де тіркеліңіздер. Аккаунтты тіпті даму ретінде сіздер қолдап кетіңіздер. Өте керемет, қызықты әңгімелер болып жатыр. Дабыр Мырзаның нөмірін тастап кететін боламыз. Менің нөмірімді айта кетейін. 8700 247 7021. Дабыр, мен осы ИУ сауда орталығына келсеңіздер, мен өзім күтіп алатын болам. Және де Қытайдан қандай кез келген зат керек болса, соны тауып береді. Иә. Бұл жігіт айтып жатыр, бағанекте мен түсіндіріп, менің өзімнің істейтін, менің өзіме арналған бағытта істейтін жұмыстарымды айтқан бұл жігітке. Мысалы, сіздердің Орта Азия елдерінен ішпек жемек болатын болса, Қытайға өткізіп беруге мен өзім жол жасайтын болам, және де осы Қытайдан тауар алып өздеріміз жұмыс жасаймыз, ақшамыз бар, бірақ оны қалай салуға, қандай тауарға салуға жолын білмей жүрміз деген адамдарға мен жол көрсетіп, зауаттан тікелей зауаттың бағасында заттарды, өнімдерді сіздерге қай мезгілде сатылымға жақсы, соның барлығын айтып түсіндіретін болам. Рахмет. Ассалаумағалейкум. Сұрақ қойсам бола ма? Сіздер осы Витас фирмасынан заттар алып жатсыздар ма? Оптовый? Сол жайлы бір ақпарат айтып жіберсеңіздер. Сіздер постоянный клиентсіздер ма? Өткен жолда алып кеткенбіз. Өткен жолда алып кеттіңіздер ма? Сіздер Өзбекстаннансыздар, Қазақстаннансыздар ма? Осы тауардың качествосы жайында айтып жібересіздер ма? Качество мықты. Качествосы жақсы ма? Жақсы. Және де мысалы қанша данадан ауқымды алып жатсыздар ма? Біз көп алатын едік. Шамалы ақша жеткізе алмаймыз. Ақша болса көп аламыз. Качество супер. Бұл кісілер клиенттер екен, осы Витас магазиніне келіп жатыр екен, жаңағы соны бір түсіре кетейін деп, көрсете кетейін дедім да. Бұл кісілер сіздер Алматыдансыздар ма? Шымкенттен. Шымкенттен екен. Жаңағы Витастан заттар алып жатқан адамдар бар ма дегенге түсіріп көрсетіп жатырмын осы кісілерді. Мынау енді Витастың пластмасс жастық екен. Естіп көрмеген шығарсыздар енді. Бірінші рет көріп тұрмын енді. Үзілмейді. Күшті созылып тұр енді. Анау жаңағы әлемде сатылымы жақсы болып жатқан дейді. Это паудрка. Все красивые паудрка. Это паудрка, это семейка. Вот. Который смета? Шымкент қаласына келіп, оптовый алып жатқан кісілер. Жаңағы сосын анау сыртқа қарай шығатын складты мына заттарды көрсетейік. Мынау болатын болса,
Мынау болатын болса, осы заттардың барлығы жаңа Алматыға, Қырғызстан, Өзбекстанға кете ма? ертең салады екен бұлар. Түнде нағы Қазақстанның нағы шығышы. Алматы қаласына саламыз дейді. Наның барлығы, наның барлығы бір Алматы қаласына салынады екен. Өзбекстанға да бар дейді, ана кісі үш жерде істейді, дайын. Осы витасының заттарын, өнімдерін, зал мына заттарын бәрі. Неке 30-да 65 деп неметіп жазып тастаған 28 келе деген, 29-да 7 дегенмісі. Килограммың бәрлігін. Саламатсыз ба? Сәлемсіз ба? Мен мына тауарларды әзір 9 мыңнан сатқанбыз, енді әзір 7 мыңға түсіріп қойдық. Жаңа оригинал мақталар. Мыналарда сондайдан сатқанбыз, әзір 8,5 мыңға түсіріп қойдық. Мыналар Тәштің Доспалкысы. Бұлар 2,5 болатын, әзір 2200-ге түсіріп қойдық бағасын. Оптом бағалары? Оптом бағалары сондай. Мыналар оптом 1,5-мыңнан. Бұл бір адамдағы бала тұрқысы. Мына тауарлар енді жаңа кірген тауарлар. Сәтеннен 4,5 беретін оптом бағасы 4 мыңнан. Мынауда Доспалкы сәтендер. Бұнда бағасы 4,5, әзір беретін бағалар 4200-ден. Мыналарда Доспалкы таза оригинал қабалар. Бұнда беретін жері 5,5. Одан төмен түспейді, оптом со 5,5. Мыналар не бір адамдық қабалар. Бұлардың бағасы 3300, әзір оптомға 3000-нан келеді. Мыналар міне семейкалар. 4800-ден оптом беретін жерлер 4000-нан. Мыналарда бала торкалар міне бір адамдық. Жаңа кірген тауар. Оптом беретін жер 2,5-нан. Мыналар Капуманның семейкасы. Бұлардың бағасы 5800, не оптом беретін жер 5000-нан, 5,5-мыңнан. 4,000-нан Капумандар міне. Сапасы жағы қалай? Бұлар Доспалкы, сапасы жағы таза оригинал мақта. Беретін жер 4400-ден оптом. Мыналар осының бір адамдығы, бала тұрқысы. Бұлар 3300-ден. Екі цветте шығады мұндай, әдемі. Мыналар таза қабал сәтендер міне. Бұлардың оптом беретін жері 8,000-нан. 8,000-нан, е? Сәтендер. Егер осыдан көп дана алатын болса, көп штугын алатын болса, әлде де келісуге болады бағасына, е? Әлде келісуге болады, болғанда сол 7800-ден береміз бұны. Мыналар? Доспалкылар. Мыналарда жаңа кірген тауар, бірақ бұда Капуманның немнесімен ұқсас шығады, материалы. Таза мақта. Бұның бағасына оптом беретін жер 4,000-нан. 4,000-нан, я? 4,000-нан. Мыналар таза міне, таза оригиналдар міне. Бұлардың келетін жері 16,000, оптом 15,5-ға береміз. 16,000, оптом 15,5. 15,5-нан береміз. Мыналар дискилар балалардың, таза оригинал мақталар. Бұлардың сол 3,5-нан сатқанбыз, әзір оптом 3,000-ға береміз. Мыналар Капумандар. Бұлар әубаста 4,000-нан болатын, әзір 3,5-мыңнан оптом. Светтері де қиын, тамаша әдемі. Одан наларымыз? Бұлар әлі дивантектер қойды, солар. Мыналар міне дивантектер. 1, 2, 4 деп шығады бұлар. Мынау 1, 2, 4 үлкен ең. Бұның размері, ең үлкеннің размері сол 2,10 см.
өнүнгөнкүсү 1,60, өнүнгөнкүсү 90 центи. Булардын багасы 6.000, оптом беретін жері 5,5 мыңнан. Неше түрлі светтері бар. Ар жақтағы көрпелеріңіз? Мынау бала түркі бір адамдық көрпелер. Бұлардың бағасы 3.800-ден, оптом беретін жері 3,5 мыңнан. 3,5 мың. Мынау тоспалқысы 4.800-ден. Сондай әдемі, іші де сырты да. Бұның бағасы 4.800, оптом беретін жері 4.500-ден береміз. Мыналар әлгі махаббат көрпесі, жұбайлар көрпесі де қояды кен. Бұны да сондай тамаша жасадық. Бұл сапасы жағынан? Сапасы қиын жақсы бұның аққу көрпе де қояды кен. Бұл 5.300-ден, оптом 5.000-нан келеді. Мыналар мынау екі адамдық төсек жапқыштар. Осы 4-5 түрлісі бар, 5-6 түрлісі бар. Мыналардың бағасы 6,5 болатын, оптом 6-тан береміз, екі адамдық. Мыналар 9,5-нан, оптом 9-дан береміз. Мынау да 6,5, бұны да 6-тан береміз. Мынау да 6,5, бұны 5,5-нан береміз. Жұқа летний көрпелерде мыналар бар. Жаңадан кірген тауар, мыналарды мынау доспалқысы 3.200, оптом беретін жері 3.000-нан. Ал мынау болса, мынау бір адамдық бала түркісі. Бұлар 2.600-ден беретін жері 2,5-нан. Сапасы сондай жақ керемет айып күшті. Материалы да сондай айбет. Жақсы тігілген. Болды ау дейм, я? Аха. Жақсы, сізге көп рахмет. Саудаңыз жүре берсін. Адамдарыңыз көп болсын.